ұлтыңмен бірге туылған екенсің. Сол ұлттың тілі, салт дәстүрі, тарихы, әдебиеті, мәдениеті, елі, жері саған да тиесілі. Ал дін одан кейін келеді. Дін адамның сенімі, жаратушыны іздеуі, оны тануы, ішкі ниет тазалығы, рухани пәк сезім еріндері. Дүние жүзіндегі алуан түрлі ұлт өкілдері ислам дінін қабылдаған жалғыз араб емес, бірақ өмір сүру, қалыптасу жолындағы өзіне тән әдет құрып, салт санасын ұстанады. Сонда қара орамалға тұмшалағандар мен қауғадай сақалы барлар таза мұсылман екенде, қалғандарымыз кәпір болғанымыз ба? Кәпір деген кім өзі? Ол Құдайға сенбейтін, обал дейтінді білмейтін, сауапты жасай алмайтын, парызды өтемейтін, күнәні мойындамайтын, тіршілігіне шүкіршілік етпейтін адам. Бұлар ұлтқа қарамайды. Себепсіз салдар, себепсіз құбылыс болмайды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ұлттық идеология жасалмады. Ұлттық үлгі өнеге ескерусіз қалды. Құзырлы органдар саясат пен идеологияны шатастырған сияқты. Сол уақытта ұлттық рухани құндылықтарымызды ысырып тастамағанда, жастарымызды батыс кеп жалаңаштап, шығыс келіп тұмшалап, әртүрлі секталардың күл қоқысымен санасын ластамас еді. Зейнеп Ахметова. Каналымызға тіркеліп, пікір білдірсеңіз жеткілікті.